Саламатсыздар ма? Атом моделдерінен қазір шолу жасайтын боламыз. Ең бірінші бізде 1897 жылы Джон Томпсон ашқан атомның моделі. Енді бұны орысша пудинг моделі дейді, қазақ тілге айтатын болса, қазақ тілге айналдырып қазақша өрік пудинг моделі дейді. Жалпы Джон Томпсон бұл жерде ең бірінші электронды ашқан болатын. Яғни теріс зарядты электрон екендігі сол жерде белгілі болды. Және де атомды оң зарядталған шар деп қарастырды. Атом оң зарядталған шар, оның ішінде теріс зарядталған мінекей электрондар бар деді. Мына домалақ болып минус болып тұрған теріс бұның барлығы электрондар. Осының барлығы мынандай шеңбер тұр, осы атомның ішінде орналасқан деді. Қарапайым тілмен айтайықшы енді. Қарапайым тілмен айтқанда атом тәтті пудинг деді. Ал электрондар оның ішіндегі мейіздер сияқты деп түсіндірген болатын. Қарапайым адамдарға, қарапайым тілмен. Жалпы енді бұл модельдің өте көп кемшілігі бар. Жалпы кемшілігіне тоқталып кететін болсақ, атомның орталығында ядро бар екенін түсіндіре алмады. Өйткені бұл жерде тек атомның ішінде электрондар орналасқан деді. Болды. Келесі бізде екінші модель. 1911 жылы Эрнест Резерфордтың ядролық моделі бұл. Яғни планетарлық модель деп те айтып жатады. Жалпы енді бұл модельге қарап отырсыздар, бұл жерде енді кәдімгідей Джон Томпсонның моделіне қарағанда кәдімгідей жақсарып қалған негізінде. Өйткені бұл тәжірибені алтын фольга тәжірибесі арқылы анықтаған болатын. Яғни тәжірибе жүзінде практикалық тұрғыда эксперимент жасау барысында. Жалпы бұл жерде атомның ішінде оң зарядталған ядро бар деген. Атомның ішінде оң зарядталған ядро, мына плюс болып тұрған, ол бізде заряд, яғни ядро. Ал электрондар осы ядроны айналып жүреді деді, яғни теріс зарядты электрондар. Мұны көріп тұрсыздар, теріс зарядты электрон оларды айналып жүр. Бұл жерде мысалы шеңберлерді көбейтсек те болады. Және де қорытындылайық осы жерде. Атомның көп бөлігі бұл жерде бос кеңістік. Міне, пространство бос болып тұрды, кеңістік. Одан кейін бұл жерде барлық масса ядроға жинақталған деп түсіндірген. Эрнест Резерфордтың моделіне қарасақ, барлық масса ядроға ғана, көп бөлігі ядроны алып тұр, массасын. Қалған бөлігі электрондар дегендей. Енді бұл жерде кемшілігі мынада. Эрнест Резерфорд бұл жердегі электрондар неге ядроға құлап кетпейтіндігін түсіндіре алмады. Айналып тұрған электрондар бар емес пе? Осы электрондар, айналып тұрған электрондар неге ядроға құлап кете алмайды? Неге ядроға құлап кетпеді деген түсінікті түсіндіре алмады. Ең үлкен кемшілігі осыда. Үшінші бізде Нильс Бор, яғни 1913 жылы өзінің моделін ұсынды. Бұл енді Бор моделі дейді. Көріп тұрсыздар, бұл жерде уже айналдырып көрсетейін. Үстінен астынан. Мына бірінші орбита n тең 1 деген, n2 деген екінші орбита, n3 деген үшінші орбита, осылай кете береді. Енді бұл жерде Бор моделінде электрондар нақты орбиталармен қозғалады. Хаус емес та, өзінің орбиталық деңгейлерінде қозғалады, орбиталарының бойымен. Әр орбитаның өзінің энергиялық деңгейлері болады. Бірінші орбитада өзінің деңгейі, екінші орбитада өзінің деңгейі, үшінші орбитада өзінің деңгейі. Енді электрон бұл жерде егер жоғары деңгейге энергия жұтады, ал төменгі деңгейге түсу үшін бұл жердегі электрон. Мысалы, бірінші орбитадан бұл екінші орбитаға шығу үшін ол ең біріншіден энергия жұтады. Екінші орбитадан үшінші орбитаға өту үшін тоже тағы соңғы айтылады, энергия жұтады. Ал егер наоборот керісінше төмен деңгейге түсу үшін, яғни бірінші ядроға жақындаған сайын, оның энергиясы, яғни жарық шығарады, ол фотон шығарады. Соның салдарынан оның энергиясы азаюының нәтижесінде ядроға жақындай түседі. Екінші, бірінші деп кете береді. Осы бізде Бордың моделі. Жалпы бұл модель бізде тек Нильс Бордың моделі. Ол атомның жарық шығаруын түсіндірді, бірақ кемшілігіне тоқталып кетсек, ол бізде тек
сутек атомына ғана жақсы сәйкес келді. Ал қалған модельдерге бұл жүйе, бұл процесс келмейді. Түсіндіре алмады. Тек сутек атомына ғана сәйкес келді. Келесі бізде 1916 жылғы Арнольд Зоммерфельдтің Бор-Зоммерфельд деген моделі. Көріп тұрсыздар бұл жерде уже. Бірінші, екінші орбиталар жаңағы алдында көргенімдей 1913 жылғы Нильс Бор ашқан модельге пара-пар, бірақ бұл жерде К-2, К3 дегенді көріп тұрсыздар. Бұл модель Арнольдтың Бор моделін кәдімгідей толықтырды. Өйткені электрондар тек шеңбер емес, міне. Эллипс орбитасымен қозғалады деді. Кәдімгі біздің күн жүйесі секілді планеталар қалай қозғалады, тура солай қозғалады деді. Ал Бор моделінде ол тек шеңбер бойымен болған еді. Ал Арнольдтың моделінде ол эллипс бойымен қозғалады. Міне. Ядро тұр ортада, центрінде тура, қақ ортасында. Оны айналып электрондар қозғалады эллипс бойымен. Шеңбер де болып тұр, эллипс бойынша да. Тура кәдімгі біздің күн жүйеміздегі планеталардың айналу системасымен бірдей. Энергия деңгейлері ішкі деңгейлерге бөлінеді. Өзінің ішкі. Бұл құрылым жалпы атомның таза кәдімгі шынайы құрылымнан дәлірек сәйкес келген еді. Дәлірек сипаттауды осы Арнольдтың моделі. Келесі бізде 1926 жылғы Эрвин Шредингердің кванттық механикалық моделі. Енді бұл жерден көріп тұрсыздар. Бұл жерде жалпы түсіндіретін болсам, бұл кванттық механикалық тұрғыда ашқан болатын. Яғни электрон нақты орбитада емес деген еді. Электрон нақты орбитада емес деп айтқан болатын. Бұл жерде спин процестер жүреді, L деген секілді кете береді. Яғни бұл жерде электрон ол орбитада емес, толқын сияқты жүреді деп шешім шығарған болатын Шредингер. Электронның нақты орны жоқ деген. Тек ол ықтималдылықпен сипатталады деді. Яғни Эрвин Шредингер бұны өте дұрыс айтқан болатын. Электрон бір орында тұрмайды. Ол бір уақытта 2-3 күйде, тіпті одан да көп күйде кездеседі. Ол енді суперпозиция принципіне негізделген. Ол туралы видеолар біздің жалпы арнада, Зереторның арнасында бар. Көрсеңіздер болады. Бұл жердегі жалпы негізгі ұғым Эрвин Шредингерде орбиталь деген. Орбиталь дегеніміз ол электрон табылуы мүмкін аймақ. Яғни бірінші орбитал, екінші орбитал, үшінші орбитал, міне 1, 2, 3, 4, 7 деген секілді кете береді.